Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекова. Елордада студенттерге арналған емхана пайдалануға берілді. Медициналық мекеме қаладағы ірі жоғары оқу орнының жанынан ашылды. Жоба жастарға сапалы медициналық қызметтің қолжетімділігін арттыруға бағытталған. Арнайы мамандандырылған емханада студенттердің дәрігерлерге тегін қаралып, ем қабылдауына мүмкіндік жасалып отыр. Мұнда 5 учаскеде қызметтің 10-нан астам түрі көрсетіледі. Айта кету керек, биыл Нұр-Сұлтан қаласында мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде 11 отбасылық дәрігерлік амбулатория салу жоспарда. Жаңа нысандар Есіл ауданы мен бас шаһардың шеткі аумақтарында бой көтереді. Білеміз, электронды қосымша Дамумет арқылы тіркелуге болады. Бұл студенттер үшін өте қолайлы деп ойлаймын, себебі біздің сабағымыз бар, басқа да жұмыстарымыз бар. Бұрын поликлиникаларға барып қаралушы едік, ол өте көп уақытты алады, ал қазіргі таңда өзіміздің территориямызда осы 13,5 мың студенттеріміз бар, магистранттарымыз, докторанттарымыз бар. Осының алдында олардың бәрі сол қаланың емханасына барып кезекке тұрып қызмет алатын, қабылдайтын. Әрине бұл ыңғайсыз, әсіресе жастарға. Студенттеріміз келіп жазылады, өздеріңіз көрдіңіздер, онлайн режимде өте ыңғайлы. Смарт телефонмен де жазылуға болады. Содан кейін тиісті уақытта өздері келіп қызметін алады.